Барлықтарыңызға қайырлы күн. Кеше NotPixel листингке шықты, яғни Pix монетасын біз жинаған. Бүгін енді оны сата аламыз. Қазір мен сіздерге сол Pix монетасын қалай клеймит ететінін, қалай сататын барлығын айтып беретін боламын. Бағасы қатты жақсы емес. Қазір мен сіздерге барлығын айтып беремін. Әрине видеоны міндетті түрде басынан соңына дейін көріңіздер. Сол кезде барлығын түсінесіздер, және де ешқандай артық сұрақтарыңыз болмайды. Ал енді каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауын басып қоюды ұмытпаңыздар. Енді қараңыздар, ең бірінші өздеріңіздің NotPixel аккаунттарыңызға кіресіздер. Кіргеннен кейін бұл жерде бізде қанша Pix жинағанымыз көрінеді. Менде көргендеріңізде 189 Pix жинағанмын. Одан кейін withdraw басамыз. Бізде токен таблға жібереді. Енді қараңыздар, токен таблға біз кошелек қосуымыз керек. Яғни тон кошелегімізді қосуымыз керек. Тон кошелек бізде Pix монетасына қосылады. Яғни NotPixelдегі кошелек именно осы жерге де қосу керек. Яғни екеуінде бір кошелек болу керек. Мысалы, сіз токен таблға басқа кошелек тіркеп, ал NotPixelге басқа кошелек тіркелсеңіз, сіздердің токендеріңіз бұл жерде көрініп тұрмайды. Сол үшін NotPixelге қандай кошелекпен сіз тіркелдіңіз, токен таблға да сол кошелекті тіркейсіздер. Енді қараңыздар, одан кейін осы жерде claim деп тұрады. Claim деген кнопканы басасыздар сіздер. Сіздерден 0,24 тонн комиссия алады. Одан кейін историяға көргендеріңізде claim шығады. Мен кеше claim етіп қойғам, 189-да 99, короче, 190 монета жинадым мен. Енді қараңыздар, ол монетаны сіздер қалай сатасыздар. Шыққаннан кейін бір 5 минутта сіздердің кошелектарыңызға келіп түседі. Кошелектарыңызға келіп түскеннен кейін осы жерде NotPixelдің кошелек несінде тұр, Telegram каналында тұр. Көргендеріңізде монета дәл қазір ешқандай биржаға сатылымға шыққан жоқ. Тек қана DEX-тарға ғана шықты. DEX-тарға қарасаңыздар, мені көргендеріңізде StoneFi-ға шыққан и Dedus дегенге шыққан. Мен StoneFi арқылы сата аламын. Екеуінен де сатуға болады. Өздеріңіз қалағандарыңыздан сатсаңыздар болады. Connect етесіздер. Connect еткен кезде жаңағы Pix монеталарыңыз сіздер қай кошелекке шығардыңыздар, сол кошелекті connect етесіздер. Мысалы басамыз, менде 189 Pix қой, $40 болады қазір. $40 маған шынымен айтайын ұнаған жоқ. Кеше $58 болып тұрған кезінде мен сатпадым. 189 монета $58 болып тұрған. Қазір көргендеріңізде $0,22 бір Pix. Аз негізі, себебі біз қанша уақыт кетірдік бұл нәрсеге. Мен өзім донат жасадым, бірақ қанша донат жасадым есімде жоқ. Максимум $20 донат жасадым. Көргендеріңізде менде тұр. Мені Pix 189-да 9 Pix, қазір 39-да 95, яғни $40 болып тұр. Пикына қарасақ, пикындағы бағасы 0.35-ке дейін. Жоқ, бұл жерде пикі дұрыс көрсетіп тұрған жоқ, себебі 0.6-ға дейін барды. Бармады ма? Походу 0.35 пикі. Қазір көреміз, калькулятордан есептеп көрейік. Менде ең бірінші $78 шығып тұрған. Мысалы 0.38 көбейтеміз, 189-ға $71. 0.43, 0.44-ке дейін барды походу. Потому что менде бір көргенде $78 шығып тұрған. Мен сол кезде сатпақшы едім, бірақ адамдар өте көп, короче, қатып сатылмады. Одан кейін $58-ға дейін түсті сразу. $58-да да мен сатпадым. Короче, мен әлі сатпаймын. Хотя бы $50 үстінде мен сатам, себебі 189 Pix мен алдың NotPixel жайлы айтқан кезде естеріңізде болатын болса, $0.5-дан жоғары болса ғана сатам деген. $0.5-ға что-то вообще жетпейтін сияқты. Мысалы $0.5-дан 189, 94. Хотя $100 арасында болса, маған өте жағатын еді бұл баға. Бірақ көргендеріңізде негізінде өте аз бір NotPixel. Бұлай бермеу керек еді. Хотя Bybit немесе Binance сияқты биржаларға сатылымға шыққан кезде, Notcoin сияқты сол кезде мүмкін $1 дейін бару мүмкін еді сенасы. Қазір көргендеріңізде барлығы осы, енді не болса да NotPixel дроп онша болмады, но мен хотя $50 үстінде сата аламын деп ойлаймын. $50 үстінде бағасын көретін шығармыз жақын арада. Сатсам міндетті түрде Telegram каналға пост жасайтын боламын. Көргендеріңізде барлығын түсіндіңіздер деп ойлаймын. Просто NotPixelге барасыздар, withdraw басасыздар и кошелектарыңызды connect етесіздер, StoneFi-ға келесіздер, сатасыздар, болды. Немесе TonKeeper'дің өзінен де StoneFi-сыз, TonKeeper'дің өзінен де обменять деп басып, обмен жасап ала салуға болады, по идее. Қазір көреміз. Болу керек осы жерден де. Мысалы, мен просто PX басам. Жоқ, токен жоқ дейді. Жоқ, болмайды екен. Чисто через StoneFi сатасыздар. StoneFi деген осы. Ссылкасы көргендеріңізде NotPixel'дің основной каналында тұр, Notcoin'ның каналында тұр. StoneFi табу қиын емес, по идее.